Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін осындай торт жасаймыз. Мискамызға керекті заттардың барлығын салып, миксерлеп аламыз. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қойып қыздырып аламыз. Формамызды 22 сантиметрге қойып, астына пергаментті салып, духовкада пісіріп аламыз. Осындай корж шығады, оны екіге бөлеміз. Бізге биік торт жасау үшін осындай корждың екеуі керек. Сондықтан екі корж пісіреміз. Біреуін екіге бөлеміз, сонда 4 корж шығу керек. Жіптің көмегімен бірінші кесіп жан-жағын белгілеп аламыз. Сол кескен жерімізге жібімізді қойып, айқастырып, оңай кесіп алсақ болады. Міне корждарымыз осындай болып шығу керек. 4 коржымыз бар. Енді кремімізді дайындаймыз. Крем үшін клегей, творожный сыр және сахарный пудраны жақсылап миксерлеп аламыз. Тортымызға бір крем бірдей көлемде жағылу үшін одноразовый мешокқа салып алып, осылай дөңгелетіп, айналдырып жағып аламыз. Оны құралымыздың көмегімен тегістеп, екінші коржымызды қойып, дәл осылай жасап шығамыз. Қалған креміміздің бәрін естіп жағып аламыз. Холодильникке кемінде 3-4 сағатқа қойып аламыз. Егер қалың кремді жақсы көрсеңіз, холодильниктен шыққаннан кейін тағы бір қабат крем жағып шығуға болады. Мен осылай қалдырдым. Шоколадымызға сұйық майымызды құйып, оны ертіп алдым. Оны мешокқа салып, енді шетінен құйып шығам подтектарды. Өзіміздің қалауымызша сәндеп шықсамыз болады. Мен бұяқта шоколад пен печеньелардың көмегімен сәндеп шықтым. Кондуриннің көмегімен шоколадтарымызды жылтыратып шығуға да болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Менің видеом ұнаса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Менімен болғандарыңызға рахмет.